Келес ауданында Варшава келісім шарттық ұйымына тіркеуге алынған 80-нен астам ардагер бар. Олар әскери қызметі шетелде өтеп, сонда біліктілігін арттырған азаматтар. Ал енді аталған қорғаушылар тәуелсіздік күніне арнап арнайы қайырымдылық шарасын өткізді. Жалғызілікті, отбасылық жағдайы төмен азаматтардың көңілін қуантты. Келестегі Варшава шарттық ұйымы мүшелерінің саны 80-нен асып жығылады. Ал Қошқарат ауылдық округінде өткен концертті шараға санаулы адам қатысты. Ең алдымен шара басында сөз алған аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Шералы Сәрсенұлы қайырымдылыққа бастау болған азаматтарға алғысын білдірді. Мысалы, мен өзім 73 жылы, сендер енді олды жас кішкене баласыңдар ғой, ояға туристік путевкамен жіберетін жақсы істеген азаматтарды. Венгрияға, Германияға, Румыния, Болгария. Мен өзім, лично өзім 70 жылы Болгария, Румыния и Болгарияға барғанмын. Мұны айтайын деп отырғандағы мақсат, республика қоғамдық бірлестік құрылыстар құтты болсын, жұмыстарың алға баса берсін, дендерің сау болсын, ел тыныш, халық аман болып, тек қана жақсылықта, бірлікте бірлесіп жұмыс істей берейік. Бірлігі бар, ел озат дейді, бірлігі жоқ, ел тозат дейді. Сол үшін сендерге тілейтін тек бірлікке, ынтымаққа, берекеге бастап Қазақстанымызды той жоғары биіктен көрсете бергендерге мен тілектеспін. Келелі басқосудың жалғасында аудан аумағындағы жағдайы төмен, асыраушысынан айырылған тағы басқа да қиын жағдайға тап болған отбасыларға арнаулы сыйлықтар табысталды. Шоқ-гүл мен сыйақы салған конверттерді табыстаған ардагерлер шараның маңызды екендігіне тоқталды. Өйткені бабадан келе жатқан аманатқа орай жетім мен жесірді қуанту рухани мұра дейді олар. Отанды қорғау, отанның бірлігін, халықтың тұрақтылығын, еліміздің амандығын сақтай отырып, осы ардагерлеріміз жастарға осындай ұлағатты, өнегелі, ғибрат болу үшін, соларға мынау артық қалған осы ұрпақтарымызға мәңгілік осы ұрпағымызды, бірлігімізді, тұтастығын көрсетіп, мына егемендік еліміздің тұғыры биік болсын деп, жастарды осы имандылыққа, бірлікке, татулыққа шақыру мақсатында қоғамдық бірлестік құрылды. Бұл қоғамдық бірлестігі тек қана ол жастарымыз, бәлкім осы елімізде отқан осы әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар мен денсаулық шектеулі отбасыларға және де осы қоғамда отқан барлық іс-шараларға тікелей осы қатысты іс-шара ұйымдастырып отырмыз. Біздің негізгі мақсатымыз елдің бірлігін, амандығын, халқымыздың тыныштығын сақтау, жастарымызды білімге, имандылыққа, адамгершілікке, отан сүюге шақыру және соларды оларға ізгі жол көрсету. Келес ауданының мынау ардагер жігіттерінің іс-шара өткізіп жатыр екен. Мынау іс-шараларыңызға рахмет. Осы іс-шарада 21 адамға жәрдем беріліп жатыр, материалдық. 14 адамға төсбелгі берілді, 13 адамға куәлік берілді. Соған мынау ат салысып шауып істеп жүрген жігіттерге рахметім шексіз. Осындай іс-шаралар көп бола берсін. Жалпы іс-шара бізге жақсы өтті. Бірінші болуы бұл Келес ауданында. Бірінші осындай басталғасын, кейінгілер бұдан да жақсы өте береді деген үміттеміз. 80 ардагер бар әзір жағдайда. Сол 80 ардагердің бүгін 14-і төсбелгі алды, 13-і куәлік алынылды. Варшава шартты ұйымы мүшелерінің өткізген қайырымдылық шарасында патриоттық рухтағы әндерді айтылды. Сонымен бірге шара соңында ардагерлерге арнайы марапаттар мен медальдар табысталды. Ал сыйақы табысталған отбасы мүшелері рахметін айтып тарқасты. Мейірхан Бақытжанұлы, Ережеп Тұрғынбайұлы, Сәтел арнасының жаңалықтар қызметі.